құрметті достар, назарларыңызға атадан қалған адал ас атты айдарымыздың кезекті ұмыт болған тағамы жент тағамын дайындайтын боламыз. Жент тағамын дайындау үшін бізге ең алдымен тартылған талқан, май, қант және өзіміздің қалауымызша мейіз бен балды қоса аламыз. Ең алдымен ұнтақталған талқанға біз қант саламыз. Келесі біз ерітілген майды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған жентті өзіміз қалағанымызша формаға саламыз. Мен өзім кесенің формасымен бірдей қылдырып тығыздап саламын. Осымен біздің жентіміз дайын, ас болсын.